Барлықтарыңызға сәлем достар, мен есімім Ерсұлтан, бұл таңдау арнасы. Жалпы видеоның басынан көргендеріңіздей өзімнің бір қуанышыммен дейін ба, қалай айтайын, жаңа алған заттармен өсім келіп отыр, өте керемет заттар. Жалпы бастамас бұрын мен өзім басын кешкен оқиғамды айтып берейін. Жалпы мен кітап оқыған кезімде тек қана өз-өзін дамытатын саморазвитие кітаптарын оқыған болатын. Себебі сондай кітаптар ғана дамуға көмектеседі, сондай кітаптар ғана керек, сондай кітаптар ғана уақытты алмайды деп ойлағам. Яғни пайдалы өтеді деп ойладым. Сосын бір күні мен жай ғана оқып жатып кітапты байқадым. Яғни бұрынғы сияқты тез оқи алмайтын болдым. Яғни кәдімгідей ұзақ қылып оқитын болдым. Яғни жалқынан ба, өзімді білмедім. Сол себепті бір кітап алып көрдім, әдеби шығармада. Бұл бізде Дулат Исабековтың «Сүйекші» деген кітабы. Кітапты алғанда ойладым, мен 80 бет қой, былай аз ғой, не ала аламын мен бұдан деп ойладым, бірақ өте қатты қателесіппін. Кітапта жалпы адамның қандай төмен дәрежеге түсіп кете алатынын, адамның қандайға дейін кетіп төмен дәрежеде болатынын көрсететін бір кітаптардың бірі, өте ішкі сезімдерді оятатын бір кітап деп айта аламын. Соған кітап әдеби шығармаларды да қосып шештім. Әдеби шығармалар өте қатты ұнап қалды. Жалпы бастамас бұрын бізде торт жеген кезінде, яғни бірінші кәдімгі нелердің бисквиттерін жеу, артынша клубниканы, үстіне тұрған ягыларды жейміз ғой. Сол сияқты кітаптарды да солай істегім келіп тұр. Бірінші кітап бұл Николас Спаркстың «Спеши любить». Жалпы кітап туралы көп жақсы пікір естідім. Кітапта, яғни екі жұптың бір-бірін жақсы көруі, бір-бірінің қандай оқиғалар кешуі, бір-бірлерін еске алу үшін қандай жерге жиналатыны, бір жерге жиналып әңгімелесетіні, яғни түрлі сезімдер өшпес бір кітапта бар деп айта аламын. Сөйтіп естідім мен де. Сосын бір қызықтысы, бұл жерде қыздың өзінің бір құпиясы болады екен. Бұл құпияны әдейі мен естімедім, соңында оқу үшін. Сол ол кітап өте тұрарлық деп ойлаймын, үмітім бар. Екінші кітапқа келетін болсам, бұл «Кемел адам» кітабы. Бұл кітапта жалпы адамның ой сана сезімін дамыту арқылы, іс-әрекеттерін дамыту арқылы қандай кемелденген адамға айналуға болатынын көрсете алады. Кітаптың өзі тек қана сол дамыту ғана туралы емес, яғни нанысеңдер жақсы боласыңдар деген сияқты емес. Бұл жерде денсаулыққа да байланысты, және де ой сана сезімді қалай дамытуға болатынын, және де нақты бір тұрақтылық қандай нәтиже жеткізетінін сондай айтқызатын кітаптардың бірі. Бестселлер болған бұл кітап бақшадан. Өте жақсы пікірлерді де естідім. «Кемел адам» өте күшті кітап деп сенемін. Үшінші, бұл бізде Джек Лондон Мартин Иден. Бұл кітап туралы енді о бастан қатты оқығым келді бұл кітапты. Бұл кітапта Исумайжа бір кедей жігіт болады. Ол кедей жігіт өзі жазушы болғысы келеді. Сол жазушы болу жолында қандай кедергілерге кездескенін, сол кедергілерді қалай жеңгенін, өзінің айналадағы сөздерге мән бермей қалай жетістікке жетуге болатынын да көрсететін бір кітап деп естігенмін. Бұл кітап маған өте керек деп ойладым іштей. Бұл кітапты оқығым келіп кетті. Байқап тұрғанса, кітап өте көп бетті. Тез бітіп қалмайды деп ойлаймын. Өте күшті кітап етіне тағы да сенеді. Соңғы кітап енді бұл
айтсам болады, вишенка на торте дейді ғой. Яғни бұл кітапты 7 күн 7 түн армандадым десем де болады. Бұл кітапты барлығына ұнайды деп айта алмаймын. Себебі бұл кітап тек медицина саласына қызыққан, медицина саласын оқығысы келетін адамдарға деп айта аламын. Бұл кітап Генри Марш, не навреди. Жалпы бұл кітапта дәрігерлердің қандай оқиғаларды бастан кешіретінін, тіпті дәрігерлердің өзі қателесетінін, дәрігердің өзін бір құтқара алмаған кезінде, дәрігерлерде қателік жасайды ғой. Қателік жасаған кезінде дәрігерлерді жек көріп кетудің өзі қате екенін түсіндіретін кітаптардың бірі. Яғни Генри Марш өзі нейрохирург емес, жалпы дәрігерлердің ішкі сипатын көрсетеді. Кітаптың аурасы мені бұл кітапты алуға итермеледі деп айта аламын. Өте қатты оқығым келеді әрине, бірақ бұл кітапты соңына қалдырамын. Әдейі өте есе қаларлық, маған көмектесетін кітаптардың бірі деп үміттенемін. Жалпы осы назар салып көргендеріңізге көп рахмет. Бұндай роликтер ұнаса, бүлбіл басып, пікір жазып, тіркеліп кетіңіздер. Егер де тағы да пікірлерге жазсаңыздар, әрине мен оны оқимын, көріп, тағы да осындай шығармалар шығаратын боламын. Сау болыңыздар.